Бақытымды бағалай алмадым. Мен 93 жылғы азаматпын. Өте жастай үйлендім. Сүйіп, 19 жасымда өзімнің сүйікті қызыма үйленіп отбасын құрдық. Ол қыз өте сабырлы, ақылды, түрі де әдемі, ақыл көркіне сай мейірімді қыз болатын. Деп кейіпкер өз оқиғасын бастады. Видеоны бастамас бұрын қазақша арнамызға тіркеліп, видеомызға лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Өмірден алынған арнасында тек қана 100% өмірде болған оқиғалар ғана жарияланады. Ендеше оқиғамызды жалғастырайық. Сол қыз екеуміздің қарым-қатынасымыз махаббатқа толы болды. Бірақ өмір біз ойлағандай өте жеңіл, сондай бір ағынмен жүзе бермейді екенсің. Әр нәрсеге өзің жауапкершілік алуың керек өмірде. Біз ойлағандай болмай шықты. Жастық шақта біз көп нәрсені түсінген жоқпыз, балалықпен қосылдық, шалалықпен қосылдық. Жауапкершілікті мен өзіме сезіне алмадым. Жауапкершілікті қызым екеумізге мен сезінген жоқпын. Уақыт өтті, бірнеше жыл өтеді. Күнделікті өмірдің қиындықтары, кәдімгі күн сайын өмір өтіп жатты. Арамызда түсініспеушіліктер пайда болды. 1-2 жылдан кейін бытовой проблемалар бола бастады. Сол кезде мен өзімді сол проблемалардан шаршап, әйелімнен де шаршап, жұмыстан келгенде шашын түйіп алып, тамағым барлығы дайын болатын әрине, бірақ әйеліме көңілім толмай кетті. Жиі арамызда ұрсыс болып кетті, сөйтіп арамыз суып бастағанын мен сезіндім. Маған әйелімнің тарапынан махаббат жетіспеді, жылылық жетіспеді. Әйелімнің өмірі қабағынан қар жауады тұратын. Бірнеше жыл өткенде, жаңағыдай мен басқа бір әйелдің жылы сөзі мен көңіліне маған танытқан вниманиесіне бой алдырып қойдым. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен қателік болды. Ол әйел маған уақытша жаңағыдай внимание бөліп, уақытша жылы сөздер берді. Негізі женщина любит ушами дейді ғой. Негізі құлақпен тек қана еркектер емес, әйелдер емес, еркектер де жақсы сөзді естігенді, вниманиені аймалап жақсы көргенді еркектер де жақсы көреді негізі. Еркектерге біреу сондай қарым-қатынас танытқанын еркектер өте қатты жақсы көреді. Әсіресе жаңағыдай жүріп кететін еркектердің барлығы үйлерінен, әйелдерінен жылылық көрмеген еркектер. Сөйтіп мен уақытша жаңағыдай күшті қарым-қатынасқа сеніп қалып, әйелім екеуміздің арамызда кикілжің пайда болып, шын мәнінде ол менің тек әлсіздігімнің нәтижесі болатын бұның барлығы. Әйелім әрине көп ұзамай оны біліп қойды, мені кешіруге де тырысты, бірақ мен өзім оның кешірмегенін іштей қалап тұрғандай болдым. Себебі менің жүрегім әйелімді мүлде қаламады. Жасырмай қояйын. Әйелімнің мен жүрегін ауырттым. Маған деген сенімін жоғалттым. Маған деген махаббатын өшірдім деп айтсам да болады. Сөйтіп мен әйелімді жоғалтып алдым. Мен бұның барлығын уақыт өте ғана түсіндім. Сол моментте мен әйелімді мүлдем өмірімнен өшіріп тастауға дайын тұрдым. Әрине уақыт өте келе маған жылы сөздер айтып жүрген әйелмен қарым-қатынасымыздың барлығы уақытша екендігін түсіндім. Ол нәтижесі еш жақсы нәрсеге жеткізбейтіндігін түсіндім. Қанша өкінсем де уақытты кері айналдырып, қайтып басынан бастай алмайтындығымды түсіндім. Екеуімен де ажырастық. Мен сіздерге ойымды толықтай жеткізе алдым деп ойлаймын. Өзім негізі қарапайым дәрігер қызметіндемін. Енді артыма қарап, өзімнің әйелімнің қандай әйел болғандығын, бағаламағандығымды ғана түсініп еске алам. Әйелім өте сабырлы еді. Менің ит мінезіме шыдап, менің қаншама ауыр сөздерімді де көтере білетін, жұмыста сәтсіздік болса, оның барлығын әйеліме айтсам, мені ылғи қолдайтын. Жаманшылығымды, жаман мінезімді ешқашан бетіме басып айтқан емес. Мен ондай әйелді ешқашан бұл дүниеден кездестіре алмаспын. Себебі барлығы менің әйелімді айтып таң қалатын. Білмеймін, әлде көз тиді ма, сөз тиді ма арамызға. Мені шын сүйген адам ол менің әйелім екендігіне менің күнде әр минут сайын
көзім жетеді. Қадіріне жете алмадым мен әйелімнің. Мен соған өкінем. Бұл оқиғаны мен қазір басқаларға сабақ болсын. Осындай әйелдеріңізді бағалаңыздар, күйеулеріңізді бағалаңыздар. Мен білем, негізі бір-бірін бағаламайтын жастар өте көп. Әйелді тек үй шаруашылығына салып, сен үйде не істеп жатсың, не істеп шаршап жатсың деп айту қателік, үлкен қателік. Сен жұмыс істеп айлық алсаң, әйелін сол жұмыстың 10 есесін үйде тегін істейді. Үйде тегін істеп жан дүниесін шаршатады. Негізі әйел адамға сол үйдің шаруасынан гөрі сенің жаңағындай істеп жүрген қызметің, айлық алатын жұмысың оңай. Үйдің шаруасы бітпейді, қанша істеп жатсаң да, ол көзге де көрінбейді. Плюс оның үстіне бала-шағаңның тәрбиесі бар, мектептегі жаңағы бала-шағаңның оқытатын сабағы бар, киім-кешегі бар. Сенің жаңағы келін ғой ол енді. Ата-енесіне қызмет ету ол тағы бар. Жалпы әйел адамның жұмысы өте көп. Әйел адамға жалпы қоғамда көп жауапкершілік артылған. Әр күн сайын әйелді біз сынаумен ғана келеміз да, ал еркектер біздер жұмыс деп айлық тапқан табысымызға мәз болып аяғымызды көтеріп шаршадым деп носкиімізді әрі-бері лақтырып киімімізді даже жинамаймыз артымыздан. Негізі осындай әр нәрседен әйел шаршайды, әйелде де выгорание болады негізі. Қиын сәтте әйеліңізді тастап қашып кетудің орнына негізі жұптарыңызбен бірге бір шешім іздеу керек екенсіздер. Әрине ол бақытты, вниманияны, көңілді басқа жақтан іздеудің қажеті жоқ. Сіздер егер де басында бір-бірлеріңізді сүйіп қосылсаңыздар, демек сіздер бір-бірлеріңіз үшін жақсы адам болғансыздар кезінде. Махаббат болса араларыңызда, демек оны қайтадан жандандыру керек, оны тұтату керек. Көп махаббатты негізі өшіріп алатын біздер еркектерміз. Оның барлығын қалпына келтіруге болады. Негізі бақытты қарым-қатынас деген, біз әлеуметтік желілерде жаңағыдай бақытты жұптарды көріп қызығамыз. Ол негізі екі адамның арасындағы еңбек пен сенімнің, махаббаттың нәтижесі. Сондықтан да бұндай керемет берік қарым-қатынасты құру ол тек әйел адамға ғана міндеттеліп қойған емес, ол еркектің де, тікелей әйелдің де екеуінің бір-біріне бөлетін вниманияларының, махаббаттарының арқасында болатын нәтиже. Бағалай білмеген адамға ешқашан бақ қонбайды деген сөз бар. Өмір бір-ақ рет беріледі. Сол қысқа ғана өмірде бір-бірлеріңізбен ұрсыспай, қырылыспай, бір-бірлеріңізді махаббатқа бөлеп, бақытты өмір сүрейік. Онсыз да мына өмірдің бізге дайындап қойған үлкен-үлкен сынақтары күтіп тұр бізді, деп кейіпкер өз оқиғасын аяқтайды. Кейіпкерге айтар ақыл кеңестеріңіз болса, комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Осымен видеомыз аяқталды. Қазақша арнаға тіркеліп, видеомызға лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Келесі оқиғаға дейін сау болыңыздар.